Күн яхшы болсын, сыйлы, аяулы телекараушылар, Достар ТВ каналдың. Бүгін біздің мектепте өздерінің көбімен келіп тұр, Достар ТВ командасы. Біз оларды хош көріп аламыз. Олар бек көп үйретілген өздерінің құлықларын хақында хабар бізге айттылар. Bizim ноғай тілдің өрленуіне, балаларды кішкей заманнан алып тілге үйретуге бек көп құлық етеділер бұл ясылар. Жаңыларда Достар ТВ каналы проект жіберділер, аты ертегілер. Сонда біздің мектептің оқушылары да қатынас еттілер. Біз салдық ертегіді Патшайым Шымшық Мұрат Авизовтың ертегісін. Аяулы Нариман яшаушылар, біздің жердестеріміз қай ерде болсаңыз да, біздің балалар ойнаған ертегіге Патшайым Шымшық өзіңіздің сесіңізді бермеге. Достар ТВ каналда құлық ететін жастарға разылығымызды білдіреміз. Келеятқан яңы жылда үйлеріне берекет, өздеріне денсаулық. Олар бек икон құлық етеділер, әрдайымда алдыға. Фамилиямыз Зарманбетов Нурманбет Тангатарович. 9-шы школада ішлеймін 54 жыл. Көп құлықлар еттім, мастерской салым өзім. Көп конкурстарда участвовать еттім. Региональныйді, всероссийскийді, международный конкурстарда. Мен көрсететім келеді, қайда болсам да, әр заманда өзім школамды, именно школа имени Асанова деп. Мен әлі спецоперацияда жүріп тұр. Соға да посвященный мен көп работалар еттім. Мен заниматься етем мен народными промыслами нагайцев. Это значит использование шерсти, войлока. И также, соответственно, значит, заниматься етем резьбой по дереву. Резьба по дереву, значит, біздің бұрынғылардан қалған зат ол. Бұрын үйлерінде қасық, сіз жасайтан болғанларды. Міне әлі урокта да біз жасаймыз бұрынғылардың қалған өрнеклерімен. И, значит, әр өзінің изделесінде балалар резьба етсе, онда фамилиясын жазбайды, ол өзінің тамғасын қалдырады. Мысалы, значит, 9-шы, қыпшақ деп. И мен работада қарап білеміз, значит, оны кім жасағанын. Әлі сүйініп тұрмын сіздің передачаға, бек соқланамын сіздің передача естіген заманда. Жүрегім бір ару болады, тыныш болады. Көріп, бір парақат болсам екен деп ойлаймын. Мен өзім коллективіме жораймын. Ардымда денсаулық, бір заманда да қартаймын деп шетке таймаңыз, ішреңіз. Әлде сіз жас, участвовать еттіңіз көп конкурстарда, международный конкурстарда. Bizim ноғайды қайда да көрсетпеу керек. Здравствуйте, дорогие телезрители Достар ТВ. Мы рады сегодня приветствовать всю команду телеканала Достар ТВ у нас в МКО Нариманская СОЖ имени Асанова Алимхана Буранбаевича. Мы сейчас вместе с учителями, со старшеклассниками просмотрели презентацию и увидели, насколько плодотворно начала команда свою работу. И они заинтересованы в том, чтобы наш народ существовал и дальше, чтобы сохранить язык. Поэтому мы желаем вам успехов в дальнейшем, чтобы у вас всегда все получалось хорошо, содержательно, интересно, чтобы у вас было много-много телезрителей. Оннан да көп түрлі телеберулер Достар ТВ каналда. Yazılamız, қараймыз.